Ассаламағалейкум, қадірлі өнер сүйер қауым. Армысыздар қасиетті отырар елінің тұрғындары мен қонақтары. Қазақстанның халық ағарту ісінің озық қызметкері, қоғам қайраткері, егемен елдің 100 қайраткері, отырар ауданының құрметті азаматы Әуелбек Оңалбек Өтебайұлы мен республикалық байқаулардың лауреаты, дәстүрлі әнші, сазгер, республикалық конкурстардың лауреаты, шет елдерде өнер көрсетіп атап айтар болсақ, Түркия, Қытай, Өзбекстан, Тәжікстан, Япония, Италия, Франция елдерінде дәстүрлі әндерді қазақ нақышына келтіріп орындап жүрген жерлестеріңіз Ақынбек Руслан Базарбайұлының Ата жұртым құт мекенім атты шығармашылық ән кешіне қош келдіңіздер. Баршаңызға мәлім, отырар өңірін ұлылардың отаны дейді. Отырар өңірінен ғалымда Әл-Фараби бабамыз, сазгер ән падишасы Шәмші Қалдаяқов атамыз, әлемнің 5 дүркін жеңімпазы Қажымұқан атамыз, Өзбекәлі Жәнібеков, түркі әлемі ақыны Мұхтар Шағанов ағаларымыз шыққан. Бүгінгі Ата жұртым құт мекенім атты ән кешіміздің кейіпкері де осы қасиетті отырар өңірінің тумасы. Спорт саласында аянбай еңбек етіп, баулыған шәкірттері аудандық, облыстық, республикалық және әлемдік деңгейде жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізген. Бірақ ендеше біз бүгінгі Оңалбек Өтебайұлының спорт саласындағы жетістіктері емес, өнер жолындағы қажырлы еңбегін әңгімемізге арқау еткелі отырмыз. Өнерге әркімнің ақ бар таласы демекші, меңгерген саласы спорт саласы болса да, қазақтың қасиетті қара өлеңінің жанына серік еткен Оңалбек Өтебайұлы халқымыздың рухани қазынасы, ұлтымыздың намысы, ұрпағымыздың болашағы үшін бір шама өлең жырларды жарық дүниеге әкелді. Оңалбек Өтебайұлы жазған өлеңдерге дәстүрлі әнші, сазгер Руслан Ақынбеков әнін жазып, халқымызға ұсынды. Ән жүректің сыры, көңілдің үні, ол айтылмаған сөзді жеткізеді, жасырынған сезімді оятады. Ән сағыныштың самалы, қуаныштың қанаты, мұңның емшісі. Ендеше алғашқы әннің әлқисасына кезек берейік. Сөзін жазған Оңалбек Өтебайұлы, әнін жазған Руслан Ақынбеков жастарды көргім келеді. Сахнада Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармониясының әншісі Руслан Ақынбеков және Сырғалым би ансамблі. Қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта, бар қалан. Жастарды жақсы көремін, мен жастарға сенемін. Жақсылыққа бойлаған, ғылым білім тоқыған, 5 уақыт намаз оқыған, қасиетті Құранны, алаш айбын ұранны, арыстандай айбаты, Қажымұқандай қайраты, жастарды көргім келеді. Асылдастан, ақыл жастан, көздеген көк аспан, заманымен жарысқан, ынтымағы жарасқан, бір-бірімен сыйласқан, қазақтың нар тұлғалы жігіттері, алаштың өкілеген үміттері, жастарды көргім келеді, жастарды көргім келеді. Болашағын ойлаған, ата-ананы сыйлаған, бәйге алып өнерде әлемдерде топ жарған, ел намысын қорғаған, Бекзаттайын жарқырап, Димаштайын ән салған, алаш атын шығарған, жастарды көргім келеді. Асылдастан, ақыл жастан, көздеген көк аспан, заманымен жар
сыйласқан қазақтың нар тұлғалы жігіттері, алаштың өкілеген үміттері, жастарды көргім келеді, жастарды көргім келеді. Үмітін ақтаған, салт дәстүрін сақтаған, ізденуден талмаған, күн көзіндей жайнаған, қыран құстай самғаған, талабына нұр жауған, өз тілінде сайраған, жалын жүрек от көзі, жастарды көргім келеді. Асыл жастан, ақыл жастан, көздегені көк аспан, заманымен жарысқан, ынтымағы жарасқан, бір-бірімен сыйласқан қазақтың нар тұлғалы жігіттері, алаштың өкілеген үміттері, жастарды көргім келеді, жастарды көргім келеді, жастарды көргім келеді, жастарды көргім келеді. Рахмет, рахмет. Қадірменді қасиетті Отырар өңірінің тұрғындары мен қонақтары, біздің азғантай өнерімізді бағалап, құрметтеп келіп жатқандарыңызға сіздерге басым дейіп алғыс білдіремін. Қадірменді көпшілік, қазіргі тыңдайтын әндеріңіз осындағы отырған барша ақ жаулықты аналарымыздың құрметіне арналады. Анаңдай шіркін болсайшы деген тамашанды қабыл алыңыздар. Сіздер үшін. Шіркін болсайшы, әлді бөпем әлдейден, бесік таянып көзілген шам шырағым ботам деп тал бесіктен тәрбиелер, анаңдай шіркін болсайшы. Абайсызда түшкірістен жан ұшырып жүгірген, қолыным деп жаным деп маңдайыңнан искеген, анаңдай шіркін болсайшы. Абайсызда түшкірсең жан ұшырып жүгірген, қолыным деп жаным деп маңдайыңнан искеген, анаңдай шіркін болсайшы. Толағайлы күн кешкен, қабағыңнан түсінген, бұл фәниде дәлімін бай құдыретті кім көрген, анаңдай шіркін болсайшы. Нанды шайнап жегізген, сәм-сәм суын ішкізген, қолыным деп аймалап тайтайлатып жүргізген, анаңдай шіркін болсайшы. Жаным тәнім өзің деп, еркетайым күнім деп, жарығым деп, көлім деп, бәрімізді жеткізген, анаңдай шіркін болсайшы.
сыйлап жегізген, сәм суын ішкізген, қолыным деп аймалап тайтайлатып жүргізген, анаңдай шіркін болсайшы. Жаным тәнім өзің деп, еркетайым күнім деп, жарығым деп, гүлім деп, бәрімізді жеткізген, анаңдай шіркін болсайшы. Барша аналарымызға құрмет көрсетеміз. Қадірменді көпшілік, бүгінгі кеште осында отырған барлықтарыңызға, барша осында концертті көріп келген адамдарға әндер арналатын болады. Десек те, мынау енді қазақтың атын әлемге әйгілеп жүрген, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы Димаш Құдайберген деген біздің бауырымыз бар. Димашқа арналған қазақ еліндегі алғашқы шыққан әннің бірі Димаш әні. Оңалбек көкеміз сөзін жазған, мен әнін жаздым. Димаш әнін сіздердің алдарыңызда алғаш рет орындайын деп тұрмыз. Қабыл алыңыздар, сіздер үшін. Бір Алла құдіретіңде шек бар ма? Әнге бөліп әлемді, нұрға бөліп жүректі, барша әлем дүр сілкінді, талантты Димашқа тамсандырып таланты, рух бердің жаһанға. Димаш, Димаш, Алланың сыйы, әлемнің жұлдызы, өнердің жауһары. Димаш, Димаш, жаһанның ғаламаты, Димаш, Димаш, Алланың аманаты. Әсем әуен бұлағы, шырын жанның шуағы, қалсын дүние таланты, тұлғалы ұлттың қыраны, төрткүл дүние мойындап, қазақтың бағы жанды, жарықтай бер қалықтап, әнге бөлеп жаһанды. Димаш, Димаш, Алланың сыйы, әлемнің жұлдызы, өнердің жауһары. Димаш, Димаш, жаһанның ғаламаты, Димаш, Димаш, Алланың аманаты. Жарық нұры тәңірдің, мақтанышы әлемнің, әсем әнге салғанда жүзі жайнар бар елдің. Ай мен күндей жарықсың, бағы болдың халықтың, айналайын Димашан, қолдай берсін тәңірім. Димаш, Димаш, Алланың сыйы, әлемнің жұлдызы, өнердің жауһары. Димаш, Димаш, жаһанның ғаламаты, Димаш, Димаш, Алланың аманаты. Димаш, Димаш, Алланың сыйы, әлемнің жұлдызы, өнердің жауһары. Димаш, Димаш, жаһанның ғаламаты, Димаш, Димаш, Алланың аманаты. Димаш, Димаш, Алланың аманаты. Руслан Ақымбеков, құрмет қошеметтеріңіз ардақ тағайын. Қадірлі құрметті өнер сүйер қауым, бүгінгі Руслан ұлдарыңызбенен Оңалбек ағамыз бүгінгі кештің тақырыбы айтып тұрғандай, ата жұртқа келіп, құт мекенге келіп, арнайы ыстық сәлемін алып келіп отыр. Ендеше сол ыстық сәлемді қабыл алып, арнайы алғысын білдіріп құттықтау үшін келіп отырған аудан әкімінің орынбасары Құлмақан Айдос Құлмақанұлын арнайы сахна төріне шақырамыз. Сондай-ақ бүгінгі кештің себепкері Қазақстанның халық ағарту ісінің озық қызметкері, егемен елдің жүз қайраткері, Отырар ауданының құрметті азаматы
Әуелбек Оңалбек ағамыз арнайы сахна төріне шақырамыз. Қошеметтеріңіз болсын. Армысыздар, өнер сүйер халқым, елім, жұртым. Мынау бүгінгі Русланның және менің шығармашылық кешіме барлықтарыңыз бір кісідей алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір алғыс. Сіздерге Алланың нұры жаусын. Сіздерге құрметпен басым деймін. Сонымен қатар осы кешті ұйымдастырып, бас көз болып, мұрындық болып жүрген аудан басшыларына, аудан аппаратына және де мәдениет бөлімінің басшысы Сағынтайға мың алғыс. Ол кісілерге де Алланың нұры жаусын, еңбектері жана берсін. Енді бұл осы сарайда қаншама мыңдаған концерттер өтті. Бірақ біздің өткізіп атқан кешіміздің концерттің айырмашылығы ешкім тыңдамаған, жаңадан шыққан әндер бәрі. Бұрынғы 40 жыл, 30 жыл айтылып атқан әндер емес, жаңадан шыққан әндер. Сіздер соның соңын кесіп отырсыздар. Сіздерге мың рахмет, қошемет деп, қол шапалақтап тыңдап отырыңыздар. Құрметті ағайын, қайырлы кеш. Бүгін ауданымызда керемет кеш болып жатыр. Сіздерді бірінші ұлыстың ұлы күн Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Осындай ұлыстың ұлы күні аясында көңіл кеңейетін, пейіл түзелетін уақытта біздің елге Оңалбек Өтебайұлы ағамыз келіп, ауданымыздың құрметті азаматы, білім беру ісінің озық қызметкері. Бұрындары тек қана спорт саласында шәкірт тәрбиелеп, талай баланың бағын жағып, жаттықтырушы болып қызмет атқарса, мына зейнеткерлікке шыққасында алма піс, аузыма түс деп қарап жатқан жоқ. Осы ақындардың, ұлылардың отанынан шыққанын көрсетіп, шығармашылықпен айналысып, бүгінде 20-дан астам әнге сөз жазып, оны әнін шығарып, Руслан Базарбайұлы орындап, халыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлап, рухтандырып келе жатыр. Жаңа көрдіңіздер өздеріңіз, қазақтың анасына да, даңқты баласына да арнап ән жазып жатыр. Еңбегіңіз жана берсін, сізге шығармашылық табыс тілейміз, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Тек қана қазақ халқына осындай көтеріңкі көңіл күй сыйлап, рухын шаттандырып, мерейіңіз үстем, мәртебеңіз биік бола берсін. Мерейтой құтты болсын, шығармашылық кеш жалғасын таба берсін. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Ендеше арнайы бүгінгі кештің себепкері Оңалбек Өтебайұлы ағамызға арнайы аудан әкімінің ыстық ықыласы. Және де осы Оңалбек ағамыздың сөзіне ән жазып жүрген жерлесіміз, әнші композитор Руслан Ақымбековке арнайы шапан шаптығымыз бар. Естелкен фотосуретке. Рахмет. Арнайы орынға жайғас орысат. Қадірлі құрметті көрермен, өнер сүйер қауым. Оңалбек Өтебайұлы әр өлең жазғанда үлкен толғаныспен ой елегінен өткізіп тебіреніп жазады. Ата-ананы құрметтеу қазақтың қанына сіңген қасиет.
Жасампаздық заманда қазіргі таңда жастардың ата-анаға деген құрметінің азайып бара жатқан ақын жанды Оңалбек ағамыздың жанына ауыр тиеді. Әкеден ерте айырылып, анасымен бірге артында қалған бауырларына қамқор болған ағамыз әкеге деген сағыныш өлеңдермен өрнектеген. Ендеше әкеге сағыныш әніменен сахнада республикалық байқаулардың лауреаты Ербол Қалмырзаев, қабыл алыңыздар. Су бел болар, айдын шалқар көл болар. Ана көрген тон пішер, әке көрген оғжонар. Тәрбиесі тәлімі, ұрпағынан әр болар. Әкеңдей ғазиз мейірбан, ғұмырыңа нұр болар. Асқар тауым әкешім, қуат күшім айбарым. Шаңырақтың иесі, жан жылуым жайлауым. Кемеңгер мақылшым, асқақтаған әнімсің. Айналайын жан әке, жүрегімде мәңгісің. Айналайын жан әке, жүрегімде мәңгісің. Орман көркі тал болар, өзен көркі жар болар. Ақыл ойы дәрия, әке жаны нар болар. Еркелетіп өсірген, қатем болса кешірген. Әкеңдей қамқор табылмас, перзент үшін өмірден. Асқар тауым әкешім, қуат күшім айбарым. Шаңырақтың иесі, жан жылуым жайлауым. Кемеңгер мақылшым, асқақтаған әнімсің. Айналайын жан әке, жүрегімде мәңгісің. Айналайын жан әке, жүрегімде мәңгісің. Қамқоршы, ағартушы мектебі, тілеуімді тілеген, жанашырым тегмелі. Мейірімді жаныда, ұятым мен арыда. Жан әке жан асылым, жаралғандай бағыма. Асқар тауым әкешім, қуат күшім айбарым. Шаңырақтың иесі, жан жылуым жайлауым. Кемеңгер мақылшым, асқақтаған әнімсің. Айналайын жан әке, жүрегімде мәңгісің.
Рахмет, ассалаумағалейкум. Бүгін кешке жиналған қауым, бүгінгі Оңалбек ағамыз бен Руслан досымның шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Тағы да бірна ортаға сұлу да сымбатты қыз келіншектердің құрметіне сұлу қыз деген әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Қошеметтеп отырыңыздар. Кеш құтты болсын. Рахмет. Ербол Қалмырзаев, қошеметтеріңіз. Оңалбек ағамыздың өмірдің ыстық суығын бірге өткерген асыл жары Дариға анамыздың өмірден өткені жанына қатты батты. Бірге өткізген жастық шақтың тәтті сәттерін есіне алып, Дариға анамызда сағынышпен еске алғанда туындаған ән, ол әрине Дариғашым. Ендеше дәл осы әнді облыстық республикалық байқаулардың лауреаты Мағжан Әлтенбаевтың орындауында қабыл алыңыздар. Аққудай сұлу
саңарым, құлпырған көктегі шынарым, нұр болып жанға тараласың, арман болып, сағым болып, құшағыма сен ораласың, ей ораласың. Асылым дариғашым, көктемім қарлығашым, жүректе алаулаған мәңгілік махаббатым, шалқыған дариясың, жарығым жақұтымсың, саздауен сағынышым, жан жарым дариғашым. Шопар шаштал мүсін толымың, мойныма оралған білегің, нұрыңмен жап-жарық жүрегің, қуат берген, шуақ берген, қуаныш сүйеніш дерегім, ей дерегім. Асылым дариғашым, көктемім қарлығашым, жүректе алаулаған мәңгілік махаббатым, шалқыған дариясың, жарығым жақұтымсың, саздауен сағынышым, жан жарым дариғашым. Дариғай оралшы қостайын, қадірлеп алақан достайын, көңілден ақ жүзің кетпейді, демеу болған, медеу болған, жүректен бір бейнең өшпейді, ей өшпейді. Асылым дариғашым, көктемім қарлығашым, жүректе алаулаған мәңгілік махаббатым, шалқыған дариясың, жарығым жақұтымсың, саздауен сағынышым, жан жарым дариғашым. Саздауен сағынышым, жан жарым дариғашым. Көп рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз. Осы жерде отырған барша келіндердің құрметіне келінжан әнін қабыл алыңыздар. Руслан бауырымыз. Айналайын келін жан, табиғаты нәзік жан, жас балаша ел білдеп қабағыңа қараған, сәлеміңнен ел кезек ананың исаң қылған, мейірімі бір бөлік жүзінен нұр тараған. Айналайын келін жан, жақұттай жарқылдаған, көгерсінші көзегің иманына қараған, өгейсінші ұрпағың нәсіп етіп алладан, алтын зерлі керегің шаңырағың асылдан. Айналайын келін жан, тілеуіңді тіледім бір Алладан. Айналайын келін жан, талабыңа нұр жауған,
туған, анасынан үлгі алып аяғын жалғыз баспаған, дәстүрмен салт ғұрпын санасына тоқыған, ақылымен тон пішіп өрне өрген асылдан. Айналайын келін жан жақұттай жарқылдаған, көгерсінші көзегің иманына қараған, көбейсінші ұрпағың нәсіп етіп алладан, алтын зерлі керегің шаңырағың асылдан. Айналайын келін жан, тілеуіңді тіледім бір алладан. Айналайын келің жан мөлдірсің ақтылақтан, пейілің жаз гүл көктем жақсыдан үлгі алған, санаңдары жаның әсем өміріңде шыңдалған. Айналайын келің жан тектіден текті туған. Айналайын келің жан жақұттай жарқылдаған, көгерсінші көзегің иманына қараған, көбейсінші ұрпағың нәсіп етіп алладан, алтын зерлі керегің шаңырағың асылдан. Айналайын келін жан, тілеуіңді тіледім бір алладан. Айналайын келін жан жақұттай жарқылдаған, көгерсінші көзегің иманына қараған, көбейсінші ұрпағың нәсіп етіп алладан, алтын зерлі керегің шаңырағың асылдан. Айналайын келін жан, тілеуіңді тіледім бір алладан. Мағжан Әдембай бардақ тағайын, қошеметтеріңіз болсын. Қадірлі құрмет өнерсүйер қауым, мінекей Оңалбек ағамыз атадан балаға дейін ән шығарып ешкімнің көңілін қалдырмаған ғой. Енді келген қырағы көрерменге бір ән жазып берсе, енді осында арнайы кішкентай бүлдіршіндерімізге керемет ән шығарған екен. Сөзін жазған Оңалбек ағамыз, әнін жазған Руслан Ақымбек ұлдарыңыз. Арнайы немерем әні қабыл алыңыздар. Орындайтын авторы Руслан Ақымбек. Қошеметтеріңіз болсын. Қадірменді көпшілік, кішкентай балаларыңызды сахна төріне кішкентайларды шақырамыз, келіңіздер. Біздің бүлдіршіндеріміз, бөбектеріміз, кәлеге келіңіздер сахнаға. Деген бал тіліңнен айналдым, жүрегімде жүреткен, қызығыңа тоймадым, жан дүниемді тебіренткен, бәк күлкіңе тамсандым, қуанышым алтыным, қолыңнан нәй айналдым. Жүрегімнің шуағы, мейірімнің жырағы, қош жанардың нұрындай бәк күлкіңнің жындары, тектілердің тұяғы, ұрпағымның жалғасы, алданышым жан дүнием, айналайын немерем, өмірімнің ей жұмағы. Шуақ берген өмірге, қуат берген бойыма, құшағыма оралып, аташым деп еркелеп, жадыратар жаныңды, жарық нұрым шырағым, шекер екен, бал екен, бауыр ретім немерем, жаныңнан да ей тәтті екен. Жүрегімнің шуағы, мейірімнің жырағы, қош жанардың нұрындай бәк күлкің
Рахмет, үлкен рахмет. Мінекей, қазақтың болашағы, қазақтың тұғырлы тәуелсіздіктері осы жігіттердің, қыздардың қолдарында, Құдай қаласа. Құрмет, қошемет білдіріп қойыңыздар біздің бүлдіршіндерімізге, бөбектерімізге. Әншейінде тойда жақсылап билейтін еді, бүгін ешқайсысы билемеді. Қазір Алмас деген ағаларың керемет өлең айтады, сол кезде билейміз, кішкентайлар, мархабат, болды, бара қойыңдар. Ал, қадірменді көпшілік, кешіміз қалай, ұнап жатыр ма? Осында отқан біршама адамдарға өлең арнадық, немереге арнадық, сұлу қыздарға арнадық. Енді осы қуанышты арнайы бөлісіп келген, осы қуаныштың төріне келіп отырған Алматыдан Оңалбек көкеміздің Әтіркүл деген қарындасы келіп отыр. Келді ғой, осы кешке, бар ма осында ма? Әтіркүл әпкемізге. Қошемет білдіріп қойыңыздар. Осы әпкеміз келеді деп, кешеден бері түнгі сағат 3-ке дейін қарындас деген ән жаздық. Сол әнді қазір сіздердің құрметтеріңізге орындағалы тұрмыз. Қабыл алыңыздар. Қарындас әні. Қарындасым бойтұмарым, қарындасым балбұлағым, тілеулесім терегім, жанашырым жүрегім. Бойына қасиет тарыған, қас қабағымызға қараған, ғазиз мейірбан қорғаным, қарындасым айбарым. Асылым қарлығашым, алтыным қарындасым, жаныма қуат берген, өміріме шуақ берген, нұр арайым тынысым, көзімнің нұры, өмірімнің гүлі, жарығым, аманатым, қарындасым, ғаламатым. Дәнекер болып жүргенің, еңсесі биік ерлігің, бауырым нарым дегенің, туысқандық елдігің. Өмірдің шуақ күніндей, алқызыл гүл төріндей, анадан арда туған, қарындасым жақұттай жарқыраған. Асылым қарлығашым, алтыным қарындасым, жаныма қуат берген, өміріме шуақ берген, нұр арайым тынысым, көзімнің нұры, өмірімнің гүлі, жарығым, аманатым, қарындасым, ғаламатым. Бір ата-анадан тараған, бауырлардан әр алған, жаны асыл шуағым, қарындасым саябағым. Жанашыр қарындасым, тамшыдай мөлдір тұнығым, Алладан саулығыңды тілеймін, ұзақ болсын ғұмырың. Асылым қарлығашым, алтыным қарындасым, жаныма қуат берген, өміріме шуақ берген, нұр арайым тынысым, көзімнің нұры, өмірімнің гүлі, жарығым, аманатым, қарындасым, ғаламатым. Рахмет. Қалай әніміз ұнады ма әпке? Толқып тұр әпкеміз. Қошемет білдіріп қойыңыздар. Алматыдан арнайы келген Оңалбек ағамыздың қарындасы Әтіркүл әпкеміз. Бірдеңе айтасыз ба? Барлықтарыңызға рахмет айтам, осы менің ағамның кешіне жиналған кісілердің бәріне алтын уақыттарыңызды келіп, барлықтарыңызға рахмет айтам, алғыс айтам. Менің ағам енді бізге әрі аға, әрі әке болған ағамыз әр уақытта бізге ақылын айтып отырады.
енді қай уақыт деген білмеймін, анамызға серт берген екен да, арақ ішпеймін деп, осы уақытқа дейін арақ ішіп көрген емес. Күнде менің ағам маған звондайды, мен звондап үлгере алмай атсам, маған звондап қояды ғой ағам. Ой, мен звондайын деп жатыр ем деп, кейде солай ұялып қалам енді. Ағама ұзақ ғұмыр тілеймін, денсаулық тілеймін. Балапан немерелерін тойында жүріп, солардың төрінде отырсын, сол немерелерінің қызығын көре берсін. Үйлеріне, отбасына амандық тілеймін, бар жақсылық тілеймін. Әуелі Құдай осы ағамыздың арқасында бәріміз Алматыда жүрміз деп айта аламын. Осы кісінің арқасында бәріміз Алматыда жүрміз. Бауырларының бәрі Алматыда, менің бала-шағам бәрі Алматыда. Сізге көп рахмет. Бізді тәрбиелеп, осы уақытқа дейін ақылыңызды айтасыз. Сізге бар жақсылық тілеймін. Аман болыңыз, жүз жасаңыз. Рахмет сізге. Рахмет. Мархабат, жайғаса беріңіз. Ал, енді осы арамызда отырған ұстаздар қауым бар ма? Ұстаздар. Бәрекелді. Менің бірінші класста хат танытқан Оразкүл деген апайым отыр. Қошеметтілдік қойыңыздар кәнеке Оразкүл апайымызға. Мен өзімде ұстаздық жолдамын қазір. Оңалбек көкемізде талай ұстаздық жолында шәкірттер тәрбиелеп, ұлт үшін қызмет жасаған. Енді осы ұстаздар қауымына ұстаздым деген тамашанды орындап берейік. Қабыл алыңыздар. Шуағына бөленген
ағайлар, апайларым, ағайлар. Рахмет. Руслан Ақынбек, қошеметтеріңіз. Мінекей, бірінші сыныпқа барғанда маған алғаш хат танытқан Оразгүл апайым. Ұстаздық еткен шалық бас үйлетуден балаға дейді. Алтын қосақта ана болған міне, талай шәкіртке пана болған Оразгүл ұлаға ұстазымызға бір құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Жиналыппыз сейсенбі күні бәрімізде, үлкен кіші жасымыз кәрімізде. Төрлеттіңіздер өнер сүйер қауым мәдениет сарайының төріне деп. Бүгінгі Руслан баламның шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Мынау ұлы ғұламалар мекені, отырар елді мекенінде мынау керемет шығармашылық тақырыпты таңдап алған ата жұртым, құт мекенім деген тақырыптың өзінде үлкен тәрбиелік мән жатыр. Міне, Руслан балам бірінші сыныптан 4-ші сыныпқа шейін өз тәрбиемде болды. 2-ші сыныптан бастап дәл осы сахнада әнші балапанның жүлдегері атанған, облысқа шейін барып қайтқан кездері еді. Мынау соның жемісі деп білемін, Құдай қаласа, биіктен көрініп жатыр. 91-ші жылғы түлектерім менің, бұлар тәуелсіздікпен егіз ұғым. Өте қасиетті балаларым, барлығы бір-бір салада осындай жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Руслан, мынау ісіңе шығармашылық табыс тілеймін, бұдан да биіктен көрінетінге сенемін балам. Міне, қош келдіңіздер, осыншама халқың, елің, жұртың жиналып жатыр. Бұл да сенің сый құрметің деп білеміз. Рахмет. Рахмет, алғыс білдіреміз. Аман болыңыздар. Құрметті көпшілік, өздеріңіз байқап отырғандай бүгінгі керемет кеште әрбір жақын жандардың құрметіне арнайы әдемі әсем ән шырқалып жатқаны анық. Қазір тағы да бір әдемі келесі кезекте ән тартып өткеліп отырмыз. Енді осы ортамызда Оңалбек ағамыздың құрдастары бар мекен? Bir қол көтеріп қойыңыздар, қай жағымызға келіп жайғастық. Құрдастар аман болсын, бір қол соғыңыздар. Оңалбек ағамыздың сырлас соған мұңда соған құрдастары келесі ән сіздің құрметтеріңізге арналғалы отыр. Сахна төрінде республикалық байқаулардың лауреаты Мұсаппаров Алмас құрдастары мәніменен және Сырғалым би ансамблі ортаға шығып бір билеп қойсаңыздар да болады. Бүгін мереке, бүгін қуаныш. Құрдастар. Ассалаумағалейкум. Мереке құтты болсын, кеш құтты болсын. Құрдастарға қошемет болсын. Құрдастарым, асыл сыныптастарым, балалық шағында тағдыр қосқандарым, жастық шағында бауыр басқандарым, сағынып қауышқанда құшақ ашқандарым, қимас достарым, шіркін-ай замандастарым. Бес күндік жалғанда қанша бай болсаң да, төрт түлік сай болса да,
Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Мұзафбаров, Алмас. Ал, қадірлі, құрметті көпшілік, өнер сүйер қауым. Ұрпақ өмірдің мәні, ғұмырыңның жалғасы десек, қазақ елі әуелден бала болашағымыз елдің тірегі деп ұрпағына үлкен үміт артып отырған. Келесі кезекте орындалар ән Оңалбек ағамыздың ұлы Оразбекке арнап шығарған әні «Жан балам». Сахнада сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен республикалық байқаулардың лауреаты Бертаев Жеңіс, қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум, береке құтты болсын. Айналайын жан бала, жар болсын саған бір алла. Шырдың жаным шуағым, жарық нұрым шырағым, өмірімнің арнасы, ұрпағымның жалғасы, күн мен айдай жарығым, құлыным бой тұмарым. Айналайын алтыным, асылым менің айбарым, мұрагерім бақытым, жұлдызым менің жақұтым, көзімнің нұры, көңілімнің гүлі, жанып тұрған шырағым, өмірімнің мәні, жүректің нәрі, айналайын бал бұлағым. Асылдардың ұрпағы, тектілердің тұяғы, саябағым қарағым, қуат күшім ұланым, туған ұлттың қыраным, одан үстін бұлағым, үкілеген үмітім, жарқыраған шам шырағым.
рахмет. Келесеміз тек қана сөз үшін сөзі Оңалбек ағамыздығы, әні әрине Руслан Ақымбеков, Жан аға, жалпы осындағы ағалардың құрметіне. Әулетіміздің үлкені тірегі, бауырым деп соққан жүрегі, ағамыз, бағымыз, нарымыз, құт береке тілегі, тектілердің асыл тұяғы, мейірімнің шамшырағы, бауырымдарым деген жүзінен нұр шашады. Қадырлабай алтын жаға, жаны жомарт таратуға, тал бесікте тербеткен, тәрбиелеген еркелеткен, отбасының берекесі, заманының төресі, асыл аға, алтын қазынай, асқар тау жанағай нараға. Жас балаша қуанып етілде, бауыр десе ел кезе, әкемдей дара болған, ағамыз біздің ақ жүрек, тілеуімізді тілеген Алладан, қас қабағымызға қараған, ақылшым қамқоршым ай, атадан арда туған. Қадырлабай алтын жаға, жаны жомарт таратуға, тал бесікте тербеткен, тәрбиелеген еркелеткен, отбасының берекесі, заманының төресі, асыл аға, алтын қазынай, асқар тау жанағай нараға. Жаны жайсан жүрегі мейірімді, дархан көңіл кең пейілді, ажылау аға жаным, бәрімізді жетеледі, парасатты, ақылды, білімді, жүзіне төсі үйді, алтыннан да салмақты, ағамыз ғой ардақты. Қадырлабай алтын жаға, жаны жомарт таратуға, тал бесікте тербеткен, тәрбиелеген еркелеткен, отбасының берекесі, заманының төресі, асыл аға, алтын қазынай, асқар тау жанағай нараға. Көп рахмет. Бәрекелді қошемет қойыңыздар, Жеңіс Бертаев, сіздер үшін бір әдемі ән шырқадым. Қазақ күресі халқымыздың ежелден келе жатқан ұлттық спортының бір түрі ғана емес, ол намыс пен рухтың
батырлық пен қайсарлықтың символы. Оңалбек ағамызда қазақ күресі жолында еңбек етіп, әлемдік деңгейдегі чемпиондарды дайындап шығарған. Рухы биік барша қазақ батырларына арналған ән ол қазақ күресі. Ендеше сахна төрінде республикалық байқаулардың лауреаты Ахатов Бағдәулеттің орындауында қабыл алыңыздар қазақ күресі. Көңілді отырайық ағайын. Ғұмырдан бастау алған тарих оның жырдастан. Қазақ күресі бабалардан нәр алған. Балуаншылар қажы мұқан әлемдерді топ жарған. Жақсылық шамы ел достан, әлем үшін бағын бұрған. Қазақ күресі күрестердің төресі, құт берекесі тәрбиенің бесігі. Қазақ күресі тұғыр тірегі ер мұраты, бабалардың аманаты. Дарабоз балуандар намысты бермеңдер, әр балуанның жеңісі көп тудың желбірегені. Тәрбие әуел бастан күрес болса бала жастан. Күшті кісі құт көзі ел асын қорғаған. Әлемді сілкіндірген қазақтың палуандары, жанını жерге тиген алаштың айбары. Қазақ күресі күрестердің төресі, құт берекесі тәрбиенің бесігі. Қазақ күресі тұғыр тірегі ел мұраты, бабалардың аманаты. Дарабоз балуандар намысты бермеңдер, әр балуанның жеңісі көп тудың желбірегені. Қанымда бар тау бесіктен тәрбиелеген. Қазақ күресі жанымда бар, жау жұрт айбат берген. Оятып әлем санасын қазақ күресі дамысын. Тербеті жер көкті жасай берсін қазақ күресі. Қазақ күресі күрестердің төресі, құт берекесі тәрбиенің бесігі. Қазақ күресі тұғыр тірегі ел мұраты, бабалардың аманаты. Дарабоз балуандар намысты бермеңдер, әр балуанның жеңісі көп тудың желбірегені. Ой, рахмет. Осындай көңілді кешке қош келіпсіздер. Келесі тыңдайтын әндеріңіз бауырларға, ағайындарға арналған. Қабыл алыңыздар.
өсін іргеміз, әрқашан біз біргеміз. Өсіп өнген өрлеген дара асыл тегіміз, бабалар салған ізбен адаспай тура жүреміз. Алтын бауырлар, асыл ағайын, анаң сұңқар, әкең тұлпар, асылдардың ұрпағы, тектілердің тұяғы, бағымларым шыбын жанып, ұлылардың ұлы, көзімнің нұры. Бауыр етім бауырлар, әрқашанда аман болыңдар. Бір Алладан тілерім, бауыр деп соқсын жүрегім. 5 күндік жалғанда ынтымақ бірлік тірегім. Жұдырықтай жұмылып, тату тәтті күн кешейік, бір Аллаға сыйынып, ұрпақтарға тәлім берейік. Алтын бауырлар, асыл ағайын, анаң сұңқар, әкең тұлпар, асылдардың ұрпағы, тектілердің тұяғы, бағымларым шыбын жанып, ұлылардың ұлы, көзімнің нұры. Бауыр етім бауырлар, әрқашанда аман болыңдар. Жүзің жарқын, балаңнан бауыр жақын, туыстарды ту еткен қасиетті дәстүр салтым, жанашырым жақыным, қуат күшім ағайын, алтындарым, шырақтарым, бар болыңдар, нар болыңдар. Алтын бауырлар, асыл ағайын, анаң сұңқар, әкең тұлпар, асылдардың ұрпағы, тектілердің тұяғы, бағымларым шыбын жаным, ұлылардың ұлы, көзімнің нұры. Бауыр етім бауырлар, әрқашанда аман болыңдар, әрқашанда аман болыңдар. Ақ дәулет ұлдарыңыз ардақты ағайын. Қадірлі құрметті көпшілік, ұстазыңа 1000 рет тағзым етсең де қарыздан құтылмайсың деп жатады. Мінекей жаңа көрдіңіздер, керемет. Руслан ұлдарыңыздың мінекей ардақты алтындай ұстазы ортаға шығып, мінекей шәкіртін құттықтап жатса, бүгінде осы Оңалбек ағамыздың ардақты алтындай ұстазы бүгінде арнайы ыстық сәлеммен келіп отырген. Құрмет қошеметтеріңіз болсын, бір қол соқ қошеметтеп қояйық, арнайы ыстық сәлемін тартып өтейік, Құдай қаласа. Апайымыз қайда, келе қойыңыз. Ұстаз деген өте жақсы мамандық, тілеймейді ұлына еш жамандық. Бізде ұстаздарға тілейміз, бастарына бақыт байлық амандық дейміз. Қадірлі ардақты алтындай Оңалбек ағамыздың ұстазына бір қошеметтеріңіз болсын. Руслан аға, келе қойсаңыз. Құрметті көпшілік қауым, біз мына Оңалбектің 10 жыл бірге оқыған класстасымыз. Енді сол алғашқы ұстазымыз бар еді, бүгін күні келем деген тұғын. Келем де уәде бір түстен көрінге де мақұл деп отқан. Аяқ астынан таблинасы көтеріліп кетіп, больницаға баратын болып қалдым деді. Сөйтіп келе алмай қалды. Сол Жайсан апа, Жұмабаева, Әуентаева Жайсан қоғамның қызы, Шымкентте тұрады. Сол кісі сәлемін айтып жатыр қазір. Сол сәлемін жеткізейін. Бірінші. Сөйтіп, соның атынан берілген сәлемдемесін жабайын. Осы Оңалбектің несі кешіне, Русланның кешіне алтын уақыттарыңызды бөліп бергендеріңе көпшілік қауым рахмет сіздерге. Соны жабайын. Руслан қайда? Ал, қадірлі құрметті көпшілік, бүгінде ұстаздан шәкірт өзі десек, мінекей Оңалбек ағамыздың мінекей ұстаздың арнайы ыстық сәлемдемесі бар екен. Бүгінде ардақты алтындай осы шәкірттері аманатқа қиянат жасамайық деп, мінекей арнайы
ыстық сәлемін алып келіп отыр. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Көке келе қойыңыз енді. Темірді қызған кезде соқ деп атыр ғой. Ақыр енді оқталып шықтық. Енді осы Оңалбек көкеміздің мінеке құрдастары келіп отыр. Осында спорт саласында мінеке шәкірттері де келіп отыр екен, Құдай қаласа мінеке. Ал көке. Ал құрметті мынау өнер сүйгіш қауым, мына бүгінгі бір тамаша демалыс болып жатыр. Мына ауылымыздың азаматы Оңалбекпенен мынау өзіміздің баламыз Руслан айналайын. Осы екеуінің шығармашылық кеші болып жатыр. Руслан біздің қоғамға жиен. Бұл қоғамдық, ол біздің жиеніміз қоғамға. Ал енді осы Оңалбек бәріңіз білесіздер, бұның өрісі кең жігіт. Бұның несі кластастары, ағайын туысқаны, таныстары сондай көп. Ал біз мойынсүйектер дейді бізді. Айтқанда біз достарымыз, араласатын достарымыз. Ал Оңалбек саған шығармашылық табыс тілейміз, денің сау болсын. Енді мынаны айтатын көп еді, бірақ аз уақыт аз. Руслан тырысып тұрған яқты байқап тұрмын мен. Ал Руслан айналайын сағанда осы алғыс екеуіңе де. Мынау шығармашылық табыс тілеймін екеуіңе, дендерің сау болсын. Мынау біздің Отырар ауданының атын шығара беріңдер, ұлылар отан дейді. Сол ұлылардың бір боласыңдар қазір, Құда қаласа. Қуанып жатырмыз. Мынау осындай биіктерден көріне беріңдер, дендерің сау болсын, аманшылық болыңдар. Мына біздің шапанымыз, бір тайымыз бар, Құда достарының атынан. Ой, бәрекелді. Ой, жаным, көке, жаңалдан бері соны бермейсіз ба? Осын күттіріп қой біз. Ал, енді Оңалбек көкеміздің шәкірттері. Мынау біз ағайдың шәкірттеріміз. Мынау ағай 1977 жылы күресті ашқан екен. Содан енді шәкіртінен қоғам өзінен 5-600 шәкірті бар. Сол нашары біз қоныс екеуміз, басқалар мықтылардың бәрі қалада. Біз енді өз ілтипатымызды ортада сіздердің алдарыңызда көрсетіп жергіміз келеді. Мен өзімді күреске баулып, қолымнан жетектеп, соны Алматыға апарып оқуға түсіріп, өмір жолымда бақыттап жүрген кісі көп қарыздармын. Мынау қоныс ағайға жапса, мен Русланға жапсам деп отырмын. Қошеметтеріңіз болсын. Ал, естелке фотосуретке түсіп алсаңыздар. Нау, арнайы осы Руслан ағамыздың да арнайы шырайлы Шымқаладан достар келіп отыр екен арнайы. 7 қазына деді ма, 7 дос келіп отыр екен осында. Арнайы өздерінің ыстық сәлеммен келіп отыр. Бір қолсы қошеметтеп қояйық. Арнайы Шымкенттен аттелет келіп отырған екен достары. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, ұлылар тудырған мәртебелі мейман. Енді бүгін бүткіл Отырардың тағы да бір тойы деп айтсақ болады. Осы Отырардың екі бірдей оғланы Оңалбек көкемізбенен Русландай бауырымыздың, досымыздың қос бірдей тойы. Біз де енді осы баланың тілеуін тілеп, шашбауын желбіретіп бір топ достар келдік. Енді арасынан бір адам сайланып, мен ортаға шығып тұрмын. Өзі Шәуілдір тудырған, Отырар тудырған Өзбекәлі Жәнібекті оқысаңыз, сол кітаптың басы, тыңдаушы ықыласты болса, айтушы да, сөйлеуші де шешен келеді деген бір әдем сөз бар. Сіздер ықыластан тыңдап отырғаннан кейін, бұл азаматтардың да сахнаның төріне шығып, сіздерге өнер көрсетіп отырған жандардың да шабыты да
мықты болып тұрғанын айдан анық көзбен көріп қазір куә болып отырмыз, құрметті ағайын. Көкеміз бен Руслан бауырымыздың осы концерті құтты болсын, беделі биік болсын, көке, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ол қыздың рахатын көріңіз, Құдай қаласа. Русланжан, саған да осы биік белесті бағындыра бер деп шын жүректен тілек тілейміз. Жаңа айтып жатырмыз, көкем жайында, Руслан жайында айтатын болсақ, бір кітапқа сыймайтын үлкен бір дүниені жеткізуге болады. Бірақ енді барлығымыздың тілегімізде, тілеуімізде бір, дендері сау, өмір жастары ұзақ болсын, өсіріп отырған ұл мен қыздың рахатын көрсін, елдің алдында беделі биік болып, шабытына шабыт қосыла берсін деп шын жүректен тілек тілейміз. Енді бізде құрметті ағайын сонша жерден келгеннен қорқол келгеніміз жоқ. Азын аулақ өзіміздің де шапанымыз бар. Сол шапанымызды шын жүректен өзі табыстап қояйық. Мысалы қабыл алайын. Рахмет жарықтық ағайын. Рахмет. Суретке түсіп аңыздар. Апамда бірден айтқысы кеп тұр ойдым. Енді болды ғой, жайғасамыз ба? Мамамыз кеп отыр, енді бір қол соқ қошеметтеп қояйық. Неге ардақты алтындай осы отырардың маңдайына біткен керемет сазгер, әнші, композитор олды өмірге алып келгенмеге алтын құрсақты анамызға бір қол соқ қошеметтеп қойсаңыздар. Ардақты ағайын, амансыздар ма? Отбасыларыңыз аман ба? Бүгінгі мынау Оңалбек пенен Русланның шығармашылық кешіне қош келіпсіздер. Дендеріңіз сау, әрдайым осындай жиын тойда, той тамашада жүргіздер. Ал енді мына Оңалбек менің кластасым. Мен Шымкент қаласынан кеп тұрмын. Екеуміз Қылышбаева Күлсия деген ұлағатты ұстаздан әліппенің бетін ашып, А деген әріпті танып, 42 әріптің басын құрап оқи алатын дәрежеден бастап 10 жылдық мектепті бірге бітіргенбіз. Тұғылындай тебісіп, мінекей балалық шағымыз, қызық дәуреніміз бірге өткен. Мінекей бүгін сол мектеп табалдырығындағы бозбала бүкіл Қазақстанға танылып, біздің классымыздың мақтанышына айналып отыр. Бұл Абай атамыз айтады, адамның адам болып қалыптасуына, адамның өзінің отбасына, ағайын туысқанына, одан кейін халқына еткен еңбегінен белгілі болады деп. Мінекей Оңалбек сондай азамат болды. Бұл кәсіпкерлігін былай қойғанда Қазақстанда бірнеше чемпиондарды дайындап, Қазақстанның атын шығарды. Ұлағатты ұстаз болды. Елге қайырымды өзінің қолынан келген қызметін жасап келе жатыр. Мінекей сондықтан мұндай азаматты төбеге көтеруге болады. Оңалбек, сен біздің мақтанышымызсың. Сенмен мақтанамыз. Мінекей өз бойыңда бірнеше қасиет бар екен. Мектепте жүргенде ондай қасиетін біз байқай қоймадық. Тыныш қана сондай бір томпиған бала еді. Мінекей сол қоғамдық іске араласқаннан кейін барып, өзінің қабілетін бойындағы бәрін шығарып, халыққа жұмсап танымал болдың. Отырар ауданының құрметті азаматсың. Сені мемлекетте осы қызметіңді ескеріп, қанша марапаттар беріп жатыр, бұның бәрі үлкен еңбек. Сондықтан саған, сенің отбасыңа амандық тілейміз. Қабілетің ұштала берсін, шығармашылығың зорая берсін. Біз кластастар саған тілектеспіз, қайда жүрсек те. Денің сау болсын. Ал енді мынау атың Алматыға мініп қайт. Рахмет сіздерге, Алла нұры жаусын. Осы кешті ұйымдастырмас бұрын осы ағайын туысқанға, кластасқа, жолдасқа бәріне айттым. Шапан жаппай қойыңдар, подарка әкімей қойыңдар деп тыңдамайды мені. Не істеймін енді? Алмасаң өкпелейді. Мынау халыққа, елге тегін қызмет етіп концерт беремін деп айтсам, бұл қазақтың салты дейді, дәстүр дейді. Кешіріңіздер, айып етпеңіздер, алып жатырмын. Құрметті ағайын, құрметті халқым, мынау
Оңалбек көкемізбенен мен баламның кешіне келгендеріңізге үлкен алғысымды білдіремін. Барлықтарыңызға мың алғыс. Енді Оңалбек көкеммен мен балам екеуінің арасы біреу Алматыда, бұл Шымкентте балам. Әйтеуір ағайындардың несінде балам ұнағанды баласы кімге Оңқанға. Сонымен ән жазып, сөз жазып, аяғы ән бұл жазып, қазір біліп отырмын. Бір екеуін ақ білетінім, сөзім көп екен, Құдайға шүкір. Бұл енді Русланның, мен айтайын, 90 жылы өмірге келді. 5 жасар еді. Мені жұмыста жүріп, арбір үйден кіріп шығып жүрем, мамасының домбырасына тартып отырады, оны ешкім тартып деген жоқ. Өзі шұқылап отырады, ана домбыра дәу, 5 жасар, әлі сабаққа барған жоқ. Сөйтсек, қанында бар екен ғой. Сонан апай айтып отыр ғой, әнші балапанға қатысты, аяғы осы келе жатыр ғой, енді Құдайға шүкір. Рахмет. Ой, рахмет көке. Осы менен түйіндейік енді. Қазақтың әдеті ғой. Алып келген шапанды жабамызда, соңын тыңдамай қайтып кетеміз енді. Әлі әніміз бар ардақты ағайын. Мынаяқта әншілеріміз суып қалмасын деп жатырмыз енді. Ал. Базарбайдың класстасымыз біз енді. Мынау айналайын баламыз ғой енді Руслан. Өнері өрге жүзе берсін, қанаты талмасын, асқақтаған армандарына жете беріңіздер. Барлықтарыңызға осындай қуаныш, осындай балдар тәрбиелей беріңіздер. Құда қаласа, барлықтарыңыздың үйіңізде той болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Құда қаласа, жақсы осындай кеште басымыз қосыла берсін. Бәрекелді, рахмет. Алланың нұр жаусын. Ал, суретке түсіп алайық. Енді көкем айтып атыр ғой, мен тегін концерт беретінем, шапан алып келмеңдер деп. Сөзге шықпасаңыздар, шапан өздеріңізде қалатын еді. Ал енді әдемілеп, бүгінгі керемет осы Оңалбек ағамыз бенен Руслан ағамыздың шашпауын желбіретіп келіп отырған меге республикалық байқаулардың лауреаты керемет әнші ұлдарыңыз әрмен қарай ән жалғастырайық. Енді осы киелі Түркістан шаһары түркі әлемінің рухани орталығы. Бұл жер талай тарихтың куәсі болып, ұлы тұлғаларды дүниеге әкелген. Түркістан шаһары облыс орталығы болып, ерекше статус алған сәтін Оңалбек ағамызда ерекше қуанышпен қарсы алды. Енді осы тасын түртсең тарихы сөйлейтін неге рухани астанамыз Түркістанға да ән жазған екен. Енді осы Оңалбек көкеміздің неге сөзіне жазылған Руслан ұлдарыңыздың неге әні Тұран Түркістан. Орындайтын сахна төрінде республикалық байқаулардың лауреаты Мұзаппаров Алмас ұлдарыңыз. Қошеметтеріңіз болсын. Шежіресі жарғастан, екі дүние есігі, ел түріктің бесігі, Тәңірдің несібесі Түркістан. 22 хан, 8 сұлтан, билерді құшағын алған, шапағат нұрын шашқан, қасиетті киелі Түркістан. Түркілердің түп тамыры, хан билердің ордасы, бақ несібе дараған, тұт қақпалы Түркістан. Түркілердің түп қазығы, құт береке тайғазаны, еліне ризық шашқан, айбарлы Түркістан. Ғасырлардан нәр алған, өркендеген, гүлденген, рухани астана ғасыр қалған. Тұраным Түркістан, тұраным Түркістан. Әр вақты көк күмбезі әмір темір сәуле,
шашқан адамзаттың жан дүниесі. Түркілердің түп тамыры, хан билердің ордасы, бақ несібе дарыған түп қақпалы Түркістан. Түркілердің түп қазығы, құт береке тай қазаны, еліне ризық шашқан айнарлы айбарлы Түркістан. Ғасырлардан нәр алған, өркендеген гүлденген рухани астана ғасырға ұлан. Тұраным Түркістан, тұраным Түркістан. Түркістан тұғыр түрек түркілердің жүрегі, ынтымақтың берекесі, құдіреттің киесі, қасиетті ата жұртым Түркістан. Түркістан мейірім болағы, шапағат нұрдың шырағы. Түркістанда төмен бақ, түркілердің қара шаңырағы. Түркілердің түп тамыры, хан билердің ордасы, бақ несібе дарыған түп қақпалы Түркістан. Түркілердің түп қазығы, құт береке тай қазаны, еліне ризық шашқан айнарлы айбарлы Түркістан. Ғасырлардан нәр алған, өркендеген гүлденген рухани астана ғасырға ұлан. Тұраным Түркістан, тұраным Түркістан. Алмас Мұзаппар балдарыңызда ән салған. Қазақ елі әнге байқалықпыз десе де, немересінің атасына арнап жазған әнін әлі күнге дейін естіген емеспіз. Оңалбек ағамыз бен Руслан бауырымыздың алғашқы жазған әні «Аташым». Сахнада Отырар аудандық мәдениет сарайының әншісі Сәкен Әбдірайымов. Қарсы алыңыздар. Немерем деп мәпелеген, қолыным деп жетелеген, айналайын атажан, тал бесіктен тәрбиелеген, искелеген маңдайымнан, сізге ешкім жетпеген, сіз өзенсіз біз шыбықпыз, жағалауда көктеген, жағалауда көктеген. Асқар тауым аташым, данышпансың данасың, айналайын атажан, немереңе панасың. Қуанып жүр әрдайым, мұңға батып қалмашы, мен боламын атажан, ұрпағымның жалғасы. Қуанып жүр әрдайым,
Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Сәкен Әбдірайымов. Енді өтініш келіп түсіп жатыр, нөмірі 607 Мерседес автокөлігінің егесі машинаға кеп кетсеңіз деген. Енді арнайы бүгінгі қазақ халқының өсіп өркендеуі жолында ұлтқа қызмет жасаған тұлғалар жетерлік. Солардың бірі мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Оңдасынов. Осындай тұлғаларды дәріптеу, өскелең ұрпақты жанында сақталуына себепкер болуымыз қажет. Ендеше осы Нұртас ата ән сөзін Оңалбек ағамыз жазған екен, әнін Руслан Ақымбеков жазған. Ендеше осы сахнада сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен әннің авторы Нұртас ата әніменен Руслан Ақымбеков. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Өшпес мұра қалдырған алаштың арда баласы, телегей теңіз санасы, ұлан істің бұлағы, тұлғалы ұлттың қыраны, нар кескендей намысты елінің шамшырағы. Нұртас ата мұраты, жарық жұлдыз алашқа, анадан арда тұпылған, адамзаттың барасы, саңлағы сарасы, тура жолдан таймаған, туралықтың тұмары, руға жүзге бөлмеген, жерін жауға бермеген, жарық нұр шырағы. Жүзі таза, қолы таза, ары таза, тектелердің тұяғы. Аналардан аралған ұлы тұлға абыз жан, халқы үшін жаралған болашақтың қамышын, мұңмен жалғыз алысқан көзің ақ пен қарасы, Нұртас ата мұраты, алтын тонның жағасы. Нұртас ата мұраты, жарық жұлдыз алашқа, анадан арда тұпылған, адамзаттың барасы, саңлағы сарасы, тура жолдан таймаған, туралықтың тұмары, руға жүзге бөлмеген, жерін жауға бермеген, жарық нұр шырағы. Жүзі таза, қолы таза, ары таза, тектелердің тұяғы. Асыл жан елім өтін ақтаған, өнер білім ғылымға дарындарды баулыған, биліктен биік тұлға, халқы елі аңсаған, Нұртас ата аңыз адам, ғасыр жүгін арқалаған. Нұртас ата мұраты, жарық жұлдыз алашқа, анадан арда тұпылған, адамзаттың барасы, саңлағы сарасы, тура жолдан таймаған, туралықтың тұмары, руға жүзге бөлмеген, жерін жауға бермеген, жарық нұр шырағы. Жүзі таза, қолы таза, ары таза, тектелердің тұяғы. Жүзі таза, қолы таза, ары таза, тектелердің тұяғы. Рахмет. Ал ендеше осы қасиетті отырар өңіріне өзіміздің туған кіндік қанымыз тамған жерге арнап жазған қасиетті отырарым әнін
қабыл алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге. Қатыгез қатал жауларына бас имеген отырарым, қайырхандай қаһарманға тағзым еткен отырарым. Арыстан бабамызға мекен болған отырарым, алты алаш баласына медет болған отырарым. Жүрбек жолына құшақ ашқан отырарым, шығыс пенен батысқа даңқы асқан отырарым. Ата жұртым туған елім, кіндік қаным тамған жерім, алтын бесік құт мекенім, айналайын жұмақ елім. Ұлылардың отаны, даналардың ордасы, қасиетті киелі мәңгілік ел отырарым. Екінші Мекке Мадинаға ие болған отырарым, қасиетті даласына кие қонған отырарым. Әл-Фараби ғұламаға ғылым берген отырарым, ғылым білім тоқығанға ілім берген отырарым. Ғасырлардан ғасырларға дара болған отырарым, ақын сазгер батырларға ана болған отырарым. Ата жұртым туған елім, кіндік қаным тамған жерім, алтын бесік құт мекенім, айналайын жұмақ елім. Ұлылардың отаны, даналардың ордасы, қасиетті киелі мәңгілік ел отырарым. Рахмет, еліміз өркіндей берсін, қазақ елі жасай берсін. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Күш атасы Қажымұханға қайрат берген отырарым, әйгілі әлем палуанына айбат берген отырарым. Өзбек әлі даналарға елі сүйсінген отырарым, тайқазан елге оралғанда дүр сілкінген отырарым. Сазгер Шәмші атамызға шабыт берген отырарым, Мұхтар ақын қыранына шындық берген отырарым.
Қошемет ағайын. Құрметті өнер сүйер әлеумет, өздеріңіз көріп куә болғандай, осы туған елге, туған жерге келіп, әдемі ән кешін арнаған жерлесіміз ауданымыздың құрметті азаматы Оңалбек ағамызға және Руслан бауырымызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бүгінгі ән кешіміз өз мәресіне келіп жетті. Алтын уақыттарыңызды қиып осы кештің түрінен табылған баршаларыңызға мың алғыс. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, нар болыңыздар.